Бүгін сөз болатын қылмыстық оқиғада жасаған ісі айдан анық болып тұрса да, күдікті адам соңына дейін кінәсін мойындаудан бас тартқан. Дегенмен, әділеттік кешіксе де өз орнын тапты. Хикая Сара Сэнд есімді әйелден басталады. Бұл оқиға 2014 жылы болған. Сол кезде Сараның жасы 32-де еді. Ол 3 баланың анасы. Бұрын отбасылы болған. Алдымен күйеуі екеуі ұлды болады. Есімі Брэдли. Бір жылдан соң олардың өміріне егіздер келеді. Альф пен Ирис. Егіздер дүниеге келгеннен көп ұзамай Сараның күйеуі отбасын тастап кетті. Әйел мен балалармен барлық байланысты үзіп, ізім ғайым жоғалды. Осылайша Сара жалғызбасты анаға айналды. Ұзақ уақыт бойы ол балалармен бірге ата-анасының үйінде тұрып, әлеуметтік тұрғын үй кезегінде тұрған еді. 2014 жылы көптен күткен сәт туды. Оған қала шығысындағы Сильвертаун ауданынан пәтер берілді. Жаңа ортаға Сара тез бейімделді. Өзі сол маңнан жұмыс тауып, ал балалары жергілікті мектепке сәтті үйренісіп кетті. Сара балалармен қоныстанған үйдің қарсы бетінде Майкл Плиздет есімді ер адам тұратын. Жасы 77-дегі жалғызбасты қария еді. Көршілер оны ақжарқын, сөйлесе кетуге құмар, мейірімді жан ретінде білетін. Көбі Майклды көрсе тоқтап, аман саулық сұрасып, бір-екі ауыз сөз алмасатын. Бірі жай әңгімелескісі келсе, енді бірі жан ашығаннан тіл қатып жататын. Жаңа қонысқа көшкен соң көп ұзамай Сара да осы қариямен танысты. Өзгелер секілді ол да Майклмен тез тіл табысты. Жұмыстан үйіне қайтып келе жатып, қария отыратын орындықтың қасынан өтсе, жиі аялдап әңгімелесіп кететін. Тіпті кей кездері оған арнайы тамақ та әзірлеп алып келетін де болатын. Негізі Сараның Майклға деген көзқарасы басқа тұрғындардан еш айырмашылығы жоқ еді. Ол да қарияны ақ көңіл, мейірімді әрі жалғызсыраған жан деп қабылдайтын. Дәл осы себепті алда болған жайт сізді таңғалдырмай қоймайды. 2014 жылдың 28 қарашасы сағат 20:28-де Сара Сэнд көп қабатты үйдің лифтіне мінді. Дәл сол үйде 77 жастағы Майкл Плиздет тұратын. Сара лифтімен 5-ші қабатқа көтерілді. Бұл Майклдың пәтері орналасқан қабат еді. Одан кейін 22 минут өткен соң, яғни 20:50-де Сара қайтадан лифтке кірді. Тағы да сол 5-ші қабаттан. Алайда бұл жолы оның қолында бір зат бар еді. Кейінірек белгілі болғандай, ол пышақ болатын. Сара лифтпен 1-ші қабатқа түсіп, үйден тысқа беттеді. Ол сәтте 77 жастағы Майкл Плиздет көз жұмған еді. Сара оны пышақтап өлтірген. Бірақ не үшін? 3 баланың анасына, сүйкімді жалғызбасты қарияны өлтіруге не себеп болды? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін бәрінен бұрын осы қылмысқа не себеп болғанын саралап көрейік. Майкл газет-журнал сататын дүкенде жұмыс істейтін. Көбіне түрлі басылымдар, күнделікті газеттер мен апталық журналдар. Кейде өзіне көмекші ретінде жергілікті балаларды жалдайтын. Олар азын-аулақ ақшаға газеттерді сұрыптап, сөрелерге орналастырып, кей кездері үйлерге жеткізіп беруге көмектесетін. Сол кезде Сараның тұңғышы, 12 жастағы Брэдли, демалыс күндері қосымша табыс табудың жолын іздеп жүрген еді. Ондай жастағы балаға лайық жұмыс табу оңай емес. Дәл сол уақытта Майклға көмекші қажет болып тұрған еді. Ол бұл жайлы Сараға айтты. Ал Сара болса бұл мүмкіндікті ұлы Брэдлиге ұсынды. Жасөспірім қатты қуанып, мұндай табыс табу мүмкіндігін жіберіп алғысы келмеді. Осылайша Брэдли демалыс күндері Майклға газет-журнал реттеуге көмектесуге келісті. Алғашқыда бәрі жақсы сияқты көрінді. Брэдли жұмысқа қызығушылықпен қарап, Майклдың дүкенінде жұмыс істеп жүрді. Тіпті кейде ол өзімен бірге кіші бауырларын, Альф пен Иристі де ертіп апаратын. Алайда бірнеше апта өткен соң, ешкімге түсініксіз жағдаймен бәрі күрт өзгерді. Брэдли анасына бұдан былай Майклда жұмыс істегісі келмейтінін айтты. Бұл шешім Сараны таңғалдырды. Бірақ ұлына қысым жасамай, оның қалауын құрметтеді. Араға көп уақыт салмай, бәрі анық болды. 2014 жылдың қараша айында егіздердің бірі Альфи ақыры шыдамай анасына шындықты айтты. Сол күндердің бірінде дүкендегі жұмыс аяқталған соң, Майкл оны өз пәтеріне шақырған. Бала оған сенген, сондықтан еш күмәнданбастан баруға келіскен. Алайда сол пәтерде жасөспірім үшін нағыз қорқынышқа айналған жайт орын алған. Майкл мен Альфи пәтерде жалғыз қалғанда, Майкл күрт өзгеріп, бұған дейін мейірімді, ақкөңіл көрінген қарт кенет қатыгез, ашулы адамға айналды. Сол күні Майкл өзінің пәтерінде Альфиге жыныстық зорлық көрсетті. Осы сәтте Сараға екінші ұлы Брэдлидің неге кенеттен Майклда жұмыс істегісі келмей қалғаны бәрінен анық болды. Сара бір күні Брэдлидің бөлмесіне кіріп, оны жылап отырған күйде көрді. Ұлы басын көтеріп,
дірілдеген даусымен: «Мен бұл жайлы саған баяғыда айтуым керек еді», деді. Сөйтсе, Майкл оған да дәл осындай зорлық жасаған екен. Брэдли бұл жайлы бұған дейін айтпаған, өйткені қатты қорыққан, әрі анасына мұндай сұмдықты айтуға ұялған. Сол сәтте Сара үшін бәрі айқын болды. Майкл бастапқыдан-ақ балаларды көздеген. Ол алғаш танысқан күннен бастап балаларға жетудің жолы ретінде Сарамен достасқан екен. Сол түні Сара ұлдарының жанында отырып түнеді. Олар Майклдың қалай қорлағанын, қалай жәбір көрсеткенін айтып берді. Ана жүрегі қан жылады. Сара өзін кешіре алмады. Өйткені ол үшін ең басты міндеті балаларын мұндай жамандықтан қорғау, сақтап қалу еді. Сара өзін кінәлі сезінді. Балаларын қорғай алмадым деп өзіне өзі деген сенімнен айырылды. Ол бірден полицияға хабарласты. Өзі және ұлдары тергеушілерге болған жайтты толық айтып берді. Майкл сол сәтте қамауға алынды. Бірақ тергеу барысында тағы бір шындық ашылды. Майкл Плизет оның шын аты жөні емес еді. Дәлірек айтқанда, бұрынғы аты Робин Молт болған. Кейін ол аты жөнін өзгертіп, жаңа адам кейпінде Майкл Плизет атанып шыққан. Неліктен? Себебі Робин Молт есімімен жүрген кезінде ол 20-дан көп рет кәмелетке толмағандарға жыныстық зорлық көрсеткені үшін сотталған. Атын ауыстырып, жаңа өмір бастаған ол ешкімге өз өткенін айтуға міндетті болмай, Сильвертаун ауданына көшіп келген. Дәл сол жерде Сарамен және оның балаларымен танысқан. Сонымен айтылғандай, Майкл қамауға алынды. Осы сәтте оқиға аяқталуы мүмкін еді. Бірақ, өкінішке қарай, олай болмады. Учаскеде ол өзінің кінәсін мойындамады. Және көп ұзамай кепілмен босатылды. Тек босап қана қоймай, оған өз үйіне қайта оралуға рұқсат берілді. Бұл шешім Сараның балаларын шошытып тастады. Олар енді Майклдан шын мәнінде қорқа бастады. Ал Сара ашу мен қорқыныштан тіпті не істерін білмеді. Ол билікке қайта-қайта жалынып, Майклды қамауда ұстауды өтінді. Алайда билік өкілдері: «Егер өзіңізге немесе балаларыңызға қауіп төніп тұр деп ойласаңыз, онда Майклдан алыс жерге өзіңіз көшіңіз», деп жауап берді. Өзінде, балаларында қауіпсіздікте сезіне алмаған Сара ақыры оларды алып, ата-анасының үйіне қайта көшіп барды. Майклдың өзінің кінәсін мойындамауының тағы бір ауыр салдары болды. Енді сот барысында Сараның балалары көпшілік алдында бейтаныс адамдар мен судьялардың көзінше басынан өткерген азапты сәттерді бүге-шігесіне дейін айтып беруі керек еді. Бұл олар үшін екінші рет сол қорлықты бастан кешкенмен бірдей еді. Сара жүрегіндегі әділетсіздік сезімінен арыла алмады. Майкл бостандықта жүр, ал оның балаларының жаны жаралы. Оған қоса, ана ретінде өзін ешқашан кешіре алмайтын болып, ішкі жан айқайы мен өзін кінәлау сезімі күннен күнге күшейіп бара жатты. Осы күйзелістің ақыры 2014 жылдың 28 қарашасында болған оқиғаға алып келді. Сол кеште Сара ата-анасының үйінен шығып, 2 бөтелке шарап ішті де өзінің бұрынғы пәтеріне қарай бет алды. Үйге келген соң, балаларының суретіне ұзақ қарап, көзіне жас алды. Жылап тұрып, орнынан тұрды да, асүйге барып пышақ алып, Майклдың пәтеріне қарай беттеді. Сара есікті қақты. Майкл ашты. Ол қарсы алдында Сараны көріп, таңырқап қалды. Сара оның көзіне тіке қарап, бірден талап қойды: «Жасағаныңды мойында. Мойында. Сонда менің балаларым сотта бәрін қайта айтып, сол қорлықты екінші рет бастан кешірмейді». Бірақ Майклдың жауабы Сараны одан сайын шошытты. Ол сабырмен: «Сенің балаларың өтірікші. Мен оларға ештеңе істеген жоқпын», деді. Сара оның бетіне қарап тұрып, бұл адамның бір кездері өзімен дос болғанын мүлде ұмыта алмады. Оның бойынан бір кішкентай болса да өкініш байқалмады. Керісінше, әлде бір салқын мазақпен жымиғаны тіпті жанын түршіктірді. Сол сәтте Сара өзімен алып келген пышақты шығарып, қолына алды. Майкл үрейленіп, не істерін білмей қалды. Ол бірден Сараға қарай ұмтылды. Бірақ әйел кідірместен пышақты оның кеудесіне сұғып алды. Сосын тағы бір рет, тағы. Сара Майклдың денесіне 8 рет пышақ салды. Қария еденде құлап, қансырап жатты. Ал Сара үнсіз бұрылып, пәтерден шығып кетті. Шамамен 1 сағаттан кейін ол өзі полицияға барып, Майкл Плизетті өлтіргенін мойындады. Сол жерде тұтқындалды. Сараға қатысты сот процесі 2015 жылдың қыркүйегінде басталды. Ол бұл кісі өлтіруді алдын ала жоспарламаған. Сол сәтте өзін ұстай алмай, аффект жағдайында әрекет еткенін айтты. Сот үкімі бойынша Сара 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда бұл жазаны көпшілік әділетсіз деп санады. Апелляция берілді. Нәтижесінде үкім күшейтіліп, жазасы 7 жылға ұлғайтылды. Соның ішінде Сара 3 жылын өтеп, мерзімінен бұрын бостандыққа шықты.
Ол түрмеде отырған кезде балаларын оның ата-анасы өз қарауына алды. Кейін Сара бостандыққа шыққан соң балалар анасымен қайта қауышты. Босап шыққаннан кейін Сара бірнеше сұхбат берді. Солардың бірінде ол былай деді: мен оны өлтіргенмен мақтана алмаймын, бірақ оның енді ешқашан бірде-бір балаға зиян келтіре алмайтынына мақтанамын. Мен аналық парызымды орындадым. Балаларымды қорғау менің міндетім еді. Құрметті оқырман, сіздердің әрбір басқан үлпілдеріңіз бізді шабыттандырады. Арнаға жазылып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Келесі оқиға сіздің қолдауыңызбен жарық көреді.